Қымбатты оқушы, біз бүгін өзіңмен көп бағыныңқы сабақтас деп аталатын тақырыбымызды бастаймыз. Бұл сәл күрделірек сабақ, сондықтан мұқият тыңдап алғаның жөн болады. Көп бағыныңқылы сабақтас деген жалпы сабақтас құрмаластар немесе салалас құрмаластар екі жай сөйлемнен құралатын еді ғой кемі. Ал көп бағыныңқылы сабақтас болу үшін кемі 3 жай сөйлем болу керек. Мысалы бері қара. Жұмысым өнсін десең, бұл бірінші жай сөйлем. Өткенге өкінгің келмесе, бұл екінші жай сөйлем. Әр минутыңды ұқыпты пайдалана біл, бұл үшінші жай сөйлем. Байқап отырсың ба? Бұл жерде, мына жерге де нүкте қоя алмаймыз. Себебі өнсін десең деген бұл бағыныңқы сыңар. Көп бағыныңқы дегенді мұқият есіңе сақта. Мына жердегі бірінші жай сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз. Екінші, өткенге өкінгің келмесе, бұл жерге де нүкте қоя алмаймыз. Бұл да тиянақсыз. Бұл да бағыныңқы сыңар. Ал үшіншісі, әр минутыңды пайдалана біл деген бұл тиянақты. Сонда кемі 3 жай сөйлемнен құралып тұр. Оның 2 жай сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз. Яғни 2 бағыныңқы сыңары бар екен. Көп бағыныңқы дегенді енді түсіндің ба? Бір ғана басыңқы сыңары бар. 2 бағыныңқы сыңар сөйлемі бар. 2 бағыныңқы сөйлем, 1 басыңқы сөйлемі бар. Демек, көп бағыныңқылы сабақтас дегеніміз кемінде 3 жай сөйлемнен құралады. Және оның 2-і бағыныңқы сөйлем болып келетін, яғни бағыныңқысы көп болып келетін сабақтастың түрі екен. Енді көп бағыныңқылы сабақтас әрқайсысын басыңқыменен байланыстырып көруіміз керек. Міне соған байланысты 2 түрге бөлінеді. Мысалы, басыңқы сыңарменен әрбір бағыныңқы сыңар тікелей байланыса беретін болса, оны жарыспалы көп бағыныңқылы сабақтас дейміз. Мысалы қарасақ, жұмысым өнсін десең, әр минутыңды ұқыпты пайдалана біл. Бұлай айтуға болады ғой. Демек, бірінші жай сөйлем, екінші жай сөйлемменен байланысып отыр тікелей. Жарысып байланысып отыр. Немесе, өткенге өкінгің келмесе, әр минутыңды ұқыпты пайдалана біл. Бұл жерде екінші жай сөйлеммен де басыңқы сыңарды тікелей байланыстыруға болады. Демек, 2 жай сөйлемі де басыңқы сыңарменен тікелей байланысып тұрғандықтан, жарыса байланысып тұрғандықтан, бұны жарыспалы көп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем дейміз. Ал екіншісі, сабағын бітіріп, майра сағатына қараса, жиналыс басталатын кезде болып қалған екен. Ал енді қарайық, осыны тікелей байланыстырып көрейік. Бұл жерде де 3 жай сөйлем бар. Бұл жерде де 2 бағыныңқы сыңар, 1 басыңқы сыңар бар. Ал енді бұның өзгешелігі неде? Бері қарашы. Сабағын бітіріп, жиналыс басталатын кезде болып қалған екен. Бұл жерде сөйлемде мағына жоқ. Бірінші сөйлемменен үшінші сөйлем басыңқы сыңар байланыспай тұр. Ал енді майра сағатына қараса, жиналыс басталатын кезде болып қалған екен. Міне, екінші жай сөйлеммен барып, үшінші жай сөйлем байланысып тұр. Демек, бұл жай сөйлем бірінші жай сөйлем келеді де, екінші жай сөйлемге келеді. Екінші жай сөйлем барып, үшіншімен байланысып тұр. Бұл жарыса байланысып тұрған жоқ. Бұлардың әрқайсы бірінші сатыдан екінші сатыға келді, екінші сатыдан үшінші саты, яғни үшінші жай сөйлемге келіп, сатылай байланысып тұр екен. Мұндай сабақтастың түрін жарыспалы көп бағыныңқы демейді екенбіз, сатылы көп бағыныңқылы сабақтас дейді екенбіз. Сонымен қымбатты оқушы, кемінде 3 жай сөйлемнен тұрып, оның 2-і бағыныңқы сыңардан тұратын, яғни 2-інің баяндаушы да тиянақсыз болып келетін сабақтастың түрін көп бағыныңқылы сабақтас дейді екенбіз. Ал енді осы бағыныңқы сыңарларының басыңқы сыңарымен байланысу тәсіліне қарай, олар 2 түрге бөлінеді екен. Жарыспалы көп бағыныңқылы сабақтас және сатылы көп бағыныңқылы сабақтас болып бөлінеді екен.